саламатсыздар ма балалар? Мен бүгін сабағымды француз философы Руссоның сөзімен бастағым келіп отыр. Ол былай деген: сендер талантты балаларсыңдар. Егер ылғи өзіңіз көп жұмыс жасап, жаңа мақсаттарды қойып және оны жүзеге асыруға тырыссаңдар, онда күндердің бірінде сендер қандай ақылды екендеріңе, көп жаңалықты білетіндеріңе қатты таңғаласыңдар деген. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал теңсіздіктерді шешу. Рационал теңсіздік дегеніміз не? Мейлі f-тен x, g-дан x рационал өрнектер болсын. f-тен x кіші g-дан x түріндегі теңсіздік рационал теңсіздік деп аталады. Мұнда теңсіздік белгілерінің кез келгені қолданылады. Рационал теңсіздікті әдетте интервалдар әдісімен шешеміз. Интервалдар әдісін аралық әдісі деп те атаймыз. Сіздер интервалдар әдісімен шешу алгоритмін білесіздер. Енді рационал теңсіздіктерді шешу алгоритмін берейін. Теңсіздіктің сол жағын нөлге теңестіреміз. Функцияның анықталуы болсын, нөлдерді табамыз. Түбірлерін сан осіне белгілеп, интервалдарға бөлеміз. Функцияның таңбасын анықтап, оны интервалдарға қойып шығамыз. Содан соң таңбасы теңсіздік таңбасына сәйкес интервалдарды жауап ретінде аламыз. Осы алгоритмді ескере отырып, енді бір мысал қарастырып көрейік. Мына теңсіздікті шешейік. Осы функцияны қарастырамыз. Анықталу облысын табамыз. Анықталу облысын тапқанда, бөлшектің бөлімінде квадрат теңдеу болса, әртүрлі әдістермен шеше беруге болады. Вет теоремасын қолданып, дискриминантты қолданып, көбісше жіктеу және тағы басқа. Біздің жағдайымызда бұл есептің анықталу облысы 2 мен 3-тен басқа сандар жиыны болып тұр. Функцияның нөлдерін табамыз. Енді осы табылған нүктелерді сан осіне қойып, интервалдарға бөлеміз. Әрбір интервалдағы функцияның таңбаларын анықтаймыз. Аралықты біріктіріп, жауабын жазамыз. Енді балалар, сіздер компьютердің алдында отырғандықтан, қазір біз көзге жаттығу жасаймыз. Сәлем балалар, қазір біз көзге арналған жаттығулар жасаймыз. Басымызды бұрмай, көзімізбен оңға және солға, оңға, солға, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Көзді ашып жұмамыз. Енді көзді жоғары, төмен, жоғары, төмен, 1, 2, 1, 2. Көзді ашып жұмамыз. Жақсы. Көзді қатты жұмамыз. 1, 2, 3. Көзді ашамыз да ұзаққа қараймыз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. Тағы да ұзаққа қараймыз. Өте жақсы балалар. Балалар, көзіміз ауырған жағдайда осы жаттығуларды қайталаймыз. Көршісіз сау болыңдар. Өте жақсы. Енді балалар, көзіміз ауырған жағдайда осы жаттығуларды күнде қайталап отырайық. Екінші мысалды қарап шығайық. Мына теңсіздікті шешейік. Бұл теңсіздікте қарап тұрсаңыздар, А коэффициенті теріс. Бізге үлкен коэффициенттің 10 болғаны өте ыңғайлы. Сондықтан бұл теңсіздікті -1 санына көбейтіп, бөлшектің алымында бөлімінде көбейтшеге жіктеп, осындай теңсіздік аламыз. Енді бөлшектің бөлінуіне назар аударуымыз керек, оның дәрежесі жұп. Осы табылған нүктелерді сан осіне қойып, интервалдарға бөлеміз. Әрбір интервалдағы функцияның таңбаларын анықтаймыз. Аралықты біріктіріп, жауабын жазамыз. Міне осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.